Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elimiz aman bolsun, bağrımız bütün bolsun, köylüğümüz köp bolsun, vayım kaygı yok bolsun, örüs dolu malımız bolsun, semiyamızga жаңғат болсын, елімізде бірлік болсын, жарасы тірлік болсын, осы өтіп жатқан шарамыз оңынан болсын. Аллаху акбар. Köpkülüm, köpkülüm, köpkülümde kıvavnayma, köpkülüm. Күннің нұрын, айдың әппақ сәулесі, қазағымна махаббат ау деп білем. Қайда көрсем ватан екен, көкейіңде жатады екен. Күнімізді ұясына қимай ona батады екен. Шараны бастамас бұрын осы біздің елімізде, Қазақстанда, мына Абай облысында болған тілсіз жаудан шәйт болып кеткен азаматтарға осы мортық елі азаматтарының атынан қайғыра көңіл айтамыз. Сосын айта кететін осы дүниеге келгеніне адам мақсаты үй сал дейді, ұрпақ қалдыр, ағаш ек дейді. Сол қағиданы біздің ел сондай ұстайды. Ағаш егеміз демекші. Сол енді айтайын дегенім, біздің барар жері басар тау қалмады, қазақ елі. Енді бар үмітіміз, бұл конституцияда айтылады ғой, бірінші осының қожасы жердің, елдің қожасы халық дейді ғой. Сол енді осы қазақ еліне, халқына біз осы үндеу жариялап отырмыз. Өйткені біздің бармаған жер баспаған тауымыз қалмады. Облыстың әкіміне де жаздық, прокуратураға да жаздық, коррупция несіне де жаздық. Мына есіл су бассейні нелеріне жаздық. Көрсем де көрмедім, ессем де есмедім деген бір сондай бір болыпты сондай. Енді біздің тіршілік көзі, біздің осы жалғыз осы көліміз. 3 ғасырдай болды біздің осы ата-бабамыз осырақ қоныстанған. Малға жайлы бол деп. Бірақ енді соған енді бізде қазір осы экологиялық осындай бастауға тура келіп тұр. Осындай шараға біз амалсыз барып отырмыз. Өйткені бізге мына денсаулық, бірінші осы артымыздан қалған ұрпақтарға дені сау ұрпақ қалдыру. Өйткені мына бізде қазір көліміз тартылып жатыр. Екі жақ басы сорға айналып жатыр. Ол жел ауылға оны әкеп жатыр. Оны халық демалып жатыр. Одан қандай дені сау адам болады. Сондықтан енді біздің бар үмітіміз осы Қасым-Жомарт Кемелұлы, осы сізден осы үмітіміз осы тоқтатсаңыздар. Мына көлдің параметрда келмейді. Балық шаруашылығына келмейді. Өйткені асып кетсе 1,5 метр қорыс, бұл елдің, тікелей елдің жанында тұрған көл ғой. Сондықтан бұл бюрократизм барып тұрған. Сондықтан енді сізден сұрайтынымыз осы біздің проблема шешіп беріңіздер. Сондықтан енді осы мына экологический челленджде осы біз бастап отырмыз. Осы қазақ елі қолдайды деп, өйткені әр елде осындай проблемалар бар. Әр елде болсын.
Сондықтан осындай неге біз амалсыз барып отырмыз енді, қазақ елі. Қаһарлы жылдары аталарымыз осы Мортық көліне соңғы рет суға түсіп шомылып соғысқа аттанған екен. Сол қан майданнан аталарымыздың жартысынан көбі елге оралмады. Сол батыр аталарымыздың ұрпақтары осы Мортық ауылында қазір тұрып өмір сүріп келеді. Өз егіндерін салып, малдарын бағып, балаларын өсіріп, балаларын оқытып, үкіметтен, мемлекеттен қол жайып ештеме сұрап отқан жоқ. Сондықтан Конституциямыз, ата заңымызда айтылғандай биліктің қайнар көзі халық деген. Неге халықпен ақылдаспай, жергілікті қоғамдастықтың ақылдаспай, осындай шешім қабылдап, бір кісілерге 700 мың теңгеге сатып жүрген екен. Мынандай үлкен көлді, осындай тарихи маңызы бар ауылдың шетіндегі көл. Басқа жер жетпейді ме екен? Сол бізді кішкене қынжылтады. Бұндай көлдер көп қой маңайда десе сататындай болса. 700 мың деген кейбір адамдардың бір айлық жалақысы ғана. Сондықтан осы көлімізді өзімізге қайтаруды сұраймыз. Біз қарсымыз!